Приветствую всех, дорогие гости, зрители. Меня зовут Артур, и добро пожаловать на подкаст «Кадр за кадром», который посвящается кинематографу. В принципе, мы можем обсудить и социально-культурные темы. Вот и сегодня у нас в гостях главный актер, сыгравший роль в фильме «НВП Агай», премьера которого вот-вот состоялась. Это Шархан Пирназар. Ну и, естественно, если мы говорим про НВП, нам нужен специалист. Мы пригласили человека из военной сферы, человек, который работает в алматинском филиале Национального патриотического центра, Игисинов Ербол Серикович. Вот, добро пожаловать. Большое спасибо, что пришли. Сегодня тема достаточно интересная, мне кажется, потому что мы поговорим про НВП, мы проговорим моменты, как в принципе в школе проходит начальная военная подготовка, потому что я сам лично учился очень давно, скажем, где-то середина 90-х, начало 2000-х, и у меня НВП отложилось в голове как, знаете, что-то такое непостоянное. У нас всегда были проблемы с кадрами, всегда была проблема. Но я почему говорю про кадры? У нас то физрук вел, то трудовик вел, а оба они иногда были недоступны по каким-то причинам своим. У многих, наверное, такое было. Вот. И, наверное, очень важно проговорить моменты, какое значение имеет начальная военная подготовка для молодежи. Вот. И в преддверии 9 мая, получается, фильм выходит, очень актуально, очень, наверное, я не знаю, событие достаточно интересное, хотя к 9 мая у нас отношения у всех по-разному в стране. Но «НВП Агай», фильм, который сняли Tiger Films, вы все посмотрите. Кстати, вы не смотрели у нас? Жоқ, мен әлі үзінділерін ғана көрдім. Тек трейлерін ғана көрдік, ал былай толық көрмедік. Ты тоже не смотрел фильм? Нет. Но ты все знаешь, потому что, в принципе, отыграл. Хотя некоторые актеры, кстати, те же самые голливудские есть, сейчас даже не припомню кто, но многие даже свои фильмы не смотрят. То есть отыграли, отсняли, ушли, и все. Ну и, собственно, интересно, наверное, было бы услышать мнение эксперта о том, насколько важно НВП, и вообще, как это к вам относится лично, начальная военная подготовка в образовательных учреждениях нашей страны. Потому что у меня тоже есть собственное мнение на этот счет. Вот. Важно ли для молодежи это? Актуально ли это на самом деле сейчас, в наше время? Міндетті түрде, очень актуально. Алғашқы әскери дайындық пәні біздің мектептерде ол міндетті сабақ. Ол сабақты беретін мұғалімдерді міндетті түрде әскерде болған, әскерден хабары бар адамдар болу керек. Енді жаңа өзің айтып отырсың, сен оқыған 90-шы жылдар болу керек ол енді. Ол кезде енді кадр жоқ, қарулы күштеріміз енді құрылып жатыр. Сол кездерде қиындықтар болған. Қазір ол жүйеге қойылған. Ол міндетті сабақ. Түбегейлі өзгерді дейсіз ғой. Түбегейлі өзгерген. Қазірде біздің қарулы күштеріміздің өзінің әскери доктринасы бар. Әскери патриоттық бағыттың ішіне кіреді. Әскери патриоттық тәрбие беру жүйесінің ішіне бұл алғашқы әскери дайындық пәні міндетті түрде кіреді. Себебі оқушыларды, балаларды жас күннен дайындау керек қой. Фундамент. Әскерге іргетасын қалап, әскерге бала біраз болсын дайын болу керек, дайын болып келу керек. 10-шы, 11-шы классқа келген кезде ол міндетті түрде әскери киім киіп сабаққа барады бала. Получается, в 9-10 классе обязательно во всех школах? Жоқ, 10-11. Бүкіл мектептерде. Бүкіл мектептерде олардың арнайы класстары жабдықталған. Енді бүкіл қару-жарақ болмаса да, қаруларда автомат. Міндетті түрде огневая подготовка, боевая подготовка, строевая подготовка, тактическая подготовка даже у них есть. Звено отделение. Міндетті түрде полигонға барып қарудан оқ аттырады. А ездят на учения сейчас ученики? Учение емес, стрельбищеға барып. Ну, раньше обычно на 2-3 дня забирали же всех. Жібереді. Бізде
жас сарбаз республикалық жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысы бар. Ұйымы. Жылда өтеді, иә, жылда жиын өтеді. Биыл міне Алматы қаласында бұйыртса тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы, кеңестер одағының батыры, халық қаһарманы Сағдат Нұрмағанбетовтің 100 жылдығына байланысты. Биыл, иә, 10-шы айбын, халықаралық айбын өтеді. Сол айбын жиындарына жас сарбаз кластары бар. Жаңағы алғашқы әскери дайындық пәнінің оқушылары бәрі сол жерге келіп жарыс өтеді. Баяғыда біз енді кеңестер одағы тұсында оқыдық мектепте. Сол кезде Зарница деген ойындар болатын. Далаға алып шығып, бөліп, жан-жаққа топ-топқа бөлетін еді ғой. Бөліп, бір командирлері болады, оқушылардың арасынан командир тағайындайды. Біз анау ағаштан қару-жарақ бәрін жасап алып, асынып, сол Зарницаны ойнайтынымыз бар. Иә, ол кезде енді кішкентай кезімізде қиялға ерік беріп, енді топ-топқа бөлініп алып, негізі басқа мектеп кезінде енді оқып жүргенде, жалпы балалығымыздан шалалығымыз басым заман ғой. Бірақ сол жылдары енді алғашқы әскери дайындық сабағын өткізу барысында ұстаздарымыз енді неше түрлі айла тәсілдерге баратын тұғын. Яғни оқушыларды барынша қызықтыру. Енді көп жағдайда енді МВП сабағынан беретін бізге енді ер кісілер болды ғой енді. Ер кісілер енді балалармен кәдімгі жігітше сөйлесіп, алдын ала солай келісіп, қол алысып, сабақтан ешкім қалмайды. Қалса осындай міне кішігірім жаза болады. Ол жаза, бірақ ол жігіттердің арасында, ұстаз бен оқушылардың арасында ол көрінбейтін. Сондай бір сыйластық бар тұғын. Алдын ала кәдімгі шегелеп қойылған. Сол енді мектеп кезінде енді сондай жарыстарға қатысып, өзіміз үшін қызық болатын тұғын негізі. Я оның үстіне кішкентай болғаннан кейін енді қиялда бір шек болмайды ғой. Армандайсың, жатып алып топ-топқа бөлініп, одан кейін оқушылармен енді ана жерде жарысып, атысып, өтіріктен құлап, өтіріктен жарақат алып, сондай бір қызық сәттер болған мектеп. Ер балаларға міндетті түрде еркекше тәрбие беру керек қой, қысқасын айтқанда. Мысалы үшін мектептердің бәрінде мұғалімдердің бәрі әйел адамдар. 80-90% әйел адамдар, ол шындық. Ал ер адамдар, мұғалімдер, ол жаңағы еңбек сабағынан береді, дене шынықтыру сабағынан береді, сосын жаңағы алғашқы әскери дайындықтан береді. Қазір дене шынықтыру сабақтарында көбінесе әйелдер, әйел адамдар, әйел ұстаздар береді. Бұны енді бөлу емес, бірақ ер бала үйде де, мектепте де еркекше тәрбие алу керек. Ер адам тәрбиелеу керек ер баланы. Менің ойым. Себебі әскерге келген кезде бала дайын келеді, психологически, морально-психологически дайын келу керек. Ал анау ондай қатты, мықты анадай тәрбие көрмеген ер бала әскерге келгенде оған кішкене қиындау болады. Әрине. Сейчас очень много таких же. Ондайлар көп. Негізі аға өте дұрыс айтасыз. Негізі қазіргі таңда енді көпке топырақ шашуға болмайды. Мектепте басым көпшілігі 80-90% ұстаздардың енді әйел кісілер. Бірақ десек те тәрбие тал бесіктен басталатын барлығымыз білеміз. Отбасына, одан кейін өскен ортасында мектептегі достарына байланысты. Бірақ десек те бұрындар андай болатын тұғын. Негізі өткенде естіп қатты бір таң қалдым. Негізі қазақ халқы дана халық қой. Мысалы ынжық, әлжуаз, мамасының айтқанынан шықпайтын балалар бар ғой, енді көпке топырақ шашуға болмайды. Сол балаларға керісінше жылқы баққызып қойған. Яғни жылқыны анау адам баға алмайды ғой. Оған қаншама күш керек, қаншама энергия керек, қаншама енді жылқы тұрмайды ғой бір. Бір орында тұрмайды. Ана жерде эмоцияң шығады, энергияң шығады, одан кейін оларды қайыру да ол деген мүмкін емес. Сол әлжуаз, ынжық балаларға кезінде ата-бабаларымыз жылқы баққызып қойған. Яғни ер болу. Жылқыны жаяу баға алмайсың, жылқыға мініп бағуың керексің. Сол мінезді қалыптастыру үшін, бір жолға салу үшін жылқы баққызып қойған. Ал керісінше айтқанға көнбейтін, айтқан бетіне қайтпайтын, бір қырсық, бір бұзық балалар бар ғой енді. Оларға қой баққызып қойған. Қой ол биязы, анау мінезді кішкене басу үшін осындай бір психологиялық тәрбиенің тәсілдерге барған. Сен қай жылысың? Мен 92. Получается, ты помнишь свои НВП уроки? Әрине. У вас было все нормально, как положено? Или были проблемы в свое время тогда? Жоқ, негізі ешқандай бір қиыншылық болған жоқ. Бізге енді дене шынықтыру пәнінен ер кісілер берді. Керісінше енді
алғашқы әскери дайындық сабағынан да Досжан деген ағайымыз берді, еңбекке баулу сабағынан да Алпысбай деген ағайымыз берді. Ол біз оқып жүрген уақытта осы 3 сабақ өте қызықты болатын түн негізі. Ол байқасаңыздар, сабақтың соңына қарай осы пәндерді қоятын еді ғой негізі. Басында емес, соңына қарай. Өйткені басында болса, ол жерде анау енді кішкене бір еркіндік болып қалады, бір сабақтан қашқың келіп тұрады, ал соңына қарай болатын болса, сабақтан қаша алмайсың. Өйткені неге? Таяқ жейміз. Ертесін жауап береміз, басымыз салбырап. Линейка дейді ғой, сол жерде тұрамыз, неге сабаққа келмедің деп. Бірақ енді алғашқы әскери дайындық сабағы өзіме қатты ұнайтын. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап енді әскери салада жұмыс істесем екен деп қатты армандадым. 2010 жылы арман қуалап осы Алматы қаласында әскери оқуға тапсырдым. Бірақ енді бір белгілі бір Құрлық әскерлер әскери институт. Жоқ, ВИРИС, военный инженерный радиоэлектроника и связь деген институтқа тапсырдым. Ол жерде 5 жыл оқисың. ТМД мемлекеттеріндегі алғашқы жалғыз қазір басқа ТМД мемлекетінде ондай мемлекеттерінде ондай әскери институт жоқ, IT мамандығы. Связисттарды оқытады. Соған тапсырдым 2010 жылы. Сөйтіп мен енді сыныптасымен барғам, Арман деген жігіт. Сөйтіп енді біз ана Первомайский пруды деген Алматы қаласының шет жағында полигон бар. Сол жерде бір ай біз деген учебкада жүрдік. Сол жерде өзіміздің деңгейімізді, өзіміздің білімімізді көрсеттік. Мандатын комиссия дейді. Сол жерде барлығын тапсырдық. Бірақ енді өкінішке орай оқуға түсе алмадым. Басында болды өкініш. Енді кішкентай кезімнен бастап енді мен осы салада жұмыс істесем екен. Жалпы әскери саламен өзім қатты ауырдым. Мектепте оқып жүргенде 9-шы сыныптан бастап мен деген түс көре бастадым. Осы форма киіп жүрген, звание алып жатқан бір сәттер болды. Өйткені менің тұсауымда өзімнің дәу папамның ең үлкен ағасы Асанхан деген дәу папам. Сол кісі алғашқы әскери сабақтан сабақ береді. Енді ардагер десем де болады, 30-35 жыл ғұмырын осы салаға арнаған. Қаншама мұғалімдерді тәрбиеледі. Әскери тәрбиеңнің негізі ар жақта жатыр екен. Сол кісімен тұсауымды кесіп, мен де дәу папам сияқты осы салада жұмыс істеймін деп кішкентай кезімде армандап сөйтіп Алматыға келіп оқуға түсе алмадым енді. Бір себептері болды. Кейіннен қатты өкіндім. Не үшін түсе алмадым? Бір болады ғой, өмір осымен тоқтап қалғандай бір сондай бір күй кештім. Содан кейін келесі жылы 2011 жылы тағы да мен тапсырам деп тағы да Қызылорда қаласында военкомат бар. Соған барып документ қайтадан жинап, ол жерде енді документ жинау енді ол бір күндік мәселе емес. Оған бір жыл уақытын кетеді. Аяғыңдан бастап шашыңа дейін тексереді. Ол денсаулығында қандай кінәрат бар, егер кінәрат болса соның барлығын алдын алу керек, емдеу керек. Ол жерде енді спортпен де жақсы шұғылдану керек, өз-өзіңді көрсетуің керек. Жан-жақты болу керек қой, әмбебап болу керек. Сөйтіп ойладым енді, мүмкін осы мамандық менікі емес шығар енді деп. Сөйтіп сол күйі үйдегі ата-анамен ақылдасып, қайтадан 2-ші жылы тапсырмайтын болдым ғой. Получается, ты не служил? Жоқ. Бірақ армандар орындалады. Бірақ енді армандар орындалады. Фильмде. Енді осы қазір өмірде болмаса да кинода офицердің рөліне. 2012 жылы арман қуалап қайтадан Алматыға келіп, Қара шаңырақ өзіміздің Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті атандым. 2016 жылы сол Қара шаңырақты тәмамдап, арман қуалап, сөйтіп академия қабырғасында өзім қатты армандап жүрдім. Енді театрда істесем екен, осы салада оқығаннан кейін деп сөйтіп қазір енді Аллаға шүкір театрда істеп жүрмін. Бірақ десек те қазіргі таңда отандық көптеген сериалдар болсын, толықметражды фильмдер болсын, сол жерде әскери адамның рөлін, полицейлердің рөлін ойнап жүрмін. Армандар орындалады. Армандар орындалады. Айтып отырған жоқ, екеуміздің жаңағы айта кетейін. Тағдырымыз ұқсас екен. Шерхан әскери адам болуды армандадың сен, өмір формада жүргенде. Бірақ тағдырдың ағымына қарай сен актер болып кеттің кәсіби. Мен керісінше 92 жылы Жүргеновке түспекші болғам. Мәссаған. Театральный кружоктарда жүрдім, мен интернатта оқыдым. Менің арманым актер болу керек болды. Мен әскери адам болдым деп мүлдем ойлаған жоқпын. Бірақ
шетелге оқуға кетіп қалдым, жүргенке түсе алмағанда барған жоқпын ол жаққа. Шетелге кетіп қалдым, ол жақтан келгеннен кейін әскерге кетіп, мен әскери адам болып кеттім. Армандар орындалады деп айтып жатқаным, тура 20 жылдан кейін 2092-2012 тура 20 жылдан кейін тағдыр айналдырып әкеп мені киноның қайнаған ортасына әкеп тастай салды. Міне. Көктарландар киносы түсірілген кезде мен уже әскери консультант болдым. Ары қарай сол киноға түсіп. Ол қашан? 2010-да емес пе? 2012-де түсірілді. 2012-де. Иә, бірінші сезон 2012-де. Сериал. Ол кезде алғашқы әскери сериал тұғын негізі, ең бірінші. И благодаря, получается, очень важный момент, всегда иметь квалифицированного военного консультанта для снятия подобных сериалов, который имеет репутационный характер. Вот. И вы, получается, участвовали в этом. Иә, мына әскери консультант деген, мына әскери киноларды түсірген кезде ол міндетті түрде болу керек. Міндетті түрде жан-жақты хабары бар адам болу керек. Себебі ол киноны, әскери киноны халық көреді, әскери адамдар да көреді ғой. Мысалы үшін біз көріп отырамыз. В других странах тоже будет. Иә, шетелдерде де көреді, содан көріп отырамыз, кейде бір қарның ашып отырады да, мына жерде ана консультант, әскери консультант қайда қараған? Мына жерін былай дұрыстап жіберу керек еді ғой, мына воинский приветствие дұрыс берілмей жатыр деген сияқты. Формасы дұрыс емес деген, иә. Кейбіреулер мүлдем басқа форма киіп алады, үстінде басқа киім, басында басқа киім деген сияқты. Енді қазір НВП ағайды да көреміз енді, консультанттар болған шығар ол жерде. Болған ба? Болды. Міндетті түрде болады. Ол консультанттарды ана сияқты бүйтіп, сен барда аналардың қасында жүре берші деп жібере салуға болмайды. Міндетті түрде тағайындау керек деп білетін адамды. Әрбір сахнаны қадағалап жүру керек қой негізі. Міндетті түрде ол Көктарландардың түсірілген кезде ойнаған солдаттарды ойнаған актерлардың бәрі Жүргеновтың соңғы курсында, олардың дипломный работа сияқты болды олардан. Иә. Сабаққа барып кеп, экзамендарын тапсырып кеп жүрді. Оларды казармаға жатқызып қойдым мен. Қапшағайда болды ғой. Қапшағайда, иә, ол кезде Қапшағай, Қазы Қонаев квартира снимать етіп қойыпты, жаңағы продакшн. Ертең олар қалай квартирада жатады, олар анау солдаттың иісін, казарманың иісін сезіну керек қой. Максимально реальный условия. Ол кезде жаңағы Казбаттың 5-ші этажын босатып берділер, казармаға солдатский төсектерін қойып, жаңағы 20-сын бәрін сол жерде жатқызып, актерларды. Олар басында қиналыңқырап, кішкене кәдімгідей подъем, отбой формамен, таңертеңнен кешке дейін формамен жүресіңдер. Есесіне ана форманы сезінді олар. Иісін сезінді әскердің. Арасында араласып жүрді, атмосфера, аура, соның бәрін сезініп, жеңіл ойнап шықты да, олар жеңіл болды. А ты как готовился? Кстати, физическую форму подтягивал? Иә, енді мен жалпы өзім спортқа кішкене икемім бар. Мектепте оқып жүргенде бағанаған айттым ғой, енді осы әскери институтқа түссем екен деп армандап, сөйтіп мен еркін күреспен айналыстым 5 жылдай. Не үшін? Өйткені ертең оқуға түскенде лидер болу керек, топтың алды болу керек, ертең спорт жағынан болса да, білім жағынан болса да, кез келген уақытта сақадай дайын болу керек. Сондықтан сол себепті осы жоба басталады дегенде бірден залға барып, кішкене реттеліп, формаға келіп, алдын ала сондай дайындықтар болды. Психологиялық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да. Сол себепті маған бір қатты бір қиындық тудырған жоқ. Ол жерде енді біз деген бір парашюттан секіріп, ондай қатты бір трюктер болған жоқ. Болса да енді біз ол жерде біз секірмейміз ғой, енді сол салада жүрген. Парашютты жинау, нені ВДК-да болдыңдар? Болдық. Иә, олардың бәрін көрдік. Парашют жинау, қанша секундта жинау, секіргеннен кейінгі іс-әрекет қандай болады, секірмей тұрғандағы іс-әрекет қандай болады, соның барлығын алдын ала ол жердегі біздің жалпы осы МВП-ғайдағы оқушыларға ол үлкен негізі не болды? Сабақ болды. Оның үстіне жаңағы өзіңіз айтпақшы, Көктарландар сериалындағы актерлардың барлығы осы өнер академиясының соңғы курстың оқып жүрген студенттер болатын. Ал мына жерде бірінші курстың студенттері болды, біздің академия қабырғасында оқып жүрген студенттер. Оларға бір, мен ойлаймын енді, оларға бір үлкен бір мектеп болған шығар енді деп. Әрине. Иә. Әрине үлкен. Сондықтан әр адам өзіне керегін алады, бірақ десек те енді міндетті түрде сезінген шығар. Сезінеді. Форманы киіп. Парашют деп сұрап отырғаным, жаңағы НВП ағайдың киноны 38-ші десанттық шабуылдау бригадасында түсіріпті. 70-ші разъездағы. Ол бригадада мен 17 жыл қызмет еттім. Мәссаған.
ол жер десанттық шабуылдау бригадасы болғандықтан сол жерде міндетті түрде ол құрамдас бөлігі парашют. Өйткені десантшының ең негізгі міндеті де сол парашютті секіру болды. Ол жерде негізі күшті болды. Басында енді былай ғой, енді кинода енді по порядку түсіре алмайсыз ғой енді. Сахнаға бөліп қана түсіресің. Негізі киноның басы сол жаңағы военный базадан бастап алады, одан кейін барып мектепке баратын тұғын. Ал енді біз енді сол уақыттың тығыздығына байланысты біз мектептен бастадық, соңынан басына қарай кеттік қой. Сөйтіп мектептен бастап, мектепте енді бүкіл сахналардың барлығын түсіріп тастап барып, соңғы крайний күндері сол военный базада болды. Сол кезде ойладым негізі, неге осы жерден басталмады? Басқаша болатын еді ғой барлығы деп. Енді біз енді ол салада жүрмегеннен кейін бізге қызық қой өзімізге. Сөйтіп сол жердегі жаңағы үлкен кісілер болсын, жаңағы командирлар болсын, маған бір қатты бір қызықты негізі, бір қызығушылық танытты. Өйткені жаңағы мен ол жерде оқушыларды алып барамын ғой, енді кішкене көрсін, білсін, үйренсін деп. Сол жердегі оқушыларды мен тәрбиелеп, анау енді дауысқа салып, рота, түзел, түктер, оңға деп кішкене анау бір қатты сөйлеп қоямын. Сөйтсем бір командирский голос. Командирский голос. Сөйтсем жаңа бір кісі, есім кім болады бауырым деп, Шерхан болады есім. Негізі бізге сенде кадрлар жетіспейді дейді да. Неге десем, сенде бір кішкене ана бір қалай айтсам болады, бір балалардың рухын оятатын. Сондай бір боевой рух бар дейді да. Бір ағанау күшті ғой десем, егер сен не болатын болса алдағы уақытта ойланып көр деп әлде қолқа салып отыр. Ой, жоқ, рахмет деп. Сөйтсем ол кісі де күліп отыр. Сөйтсем жаңағы оказывается балалардың рухын ояту үшін бір сондай бір бұл қалай айтсам болады, бір бұл жаңағы командир сондай болу керек. Командир ол өзі дауыс шықпай шиқылдап тұрса, оның қарсысында алдында тұрған солдат сенбейді ғой. Солдат оған нетпейді ғой, оянбайды оның рухы. Оған сенбейді ол командир. Лидер должен быть. Командир должен быть примером. Да. Командир во всех отношениях он должен быть лидером, примером для солдата. Өзінің даусымен де, көзқарасымен де, жүріс-тұрысымен де, үстіне киген киімімен де, сөйлеген сөзімен де. Енді мынандай қалыптасып кеткен, әскерде жүргеннен кейін олардың бәрі боқтап сөйлейді, анау деген жоқ. Командир деген ол офицер ол эталон. Офицер деген ол мамандық емес. Пример для подражания. Үлгі ғой, үлгі. Ол офицер әнді айта білу керек, биде билей білу керек, мақалдап та сөйлей білу керек. Кезіндегі офицер деген атақ, ол екінің бірінің қолы жете бермейтін атақ. Офицер ол кез келген адамға, тек қана солдатқа ғана емес, көшеде офицер келе жатқан кезде, міне, отан қорғаушы келе жатыр, міне, командир келе жатыр деп, сондай болу керек офицер. Мысалы, офицерлердің өзі мынау актерға офицер екенін қызығып қарап отыр, қандай керемет. Демек, кинода жақсы өзінің образын жақсылап алып шыққан офицер. Енді кішкентай кезімізде енді аялдамада жаңағы әскери киім киіп алған кісілерді көргенде кәдімгідей қайта қарай беріп, өзін қалай ұстайды, қалай тұрады, қалай жүреді, қалай қимылдайды деп мен өз басым қатты еліктегем негізі. Ол қызық болатын түгін. Өйткені біздің ортада жалпы әскери салада жұмыс істейтін адамдар мүлдем жоқ түгін. Тек қана сол дәуіппам ғана бар түгін. Ол кісілерді күнде көре бермейміз. Көрсек те енді теледидардан көреміз енді. Ал бірақ өз-өзін ұстауы бүйтіп артық қимыл жоқ, артық сөйлемейді. Тек қана бір бағыт бар, өзінің мақсаты бар, сонымен ғана жүреді. Мен қатты қызықтым негізі. Анау интернет желісінде кіріп, қалай киноларын көріп, қайта-қайта. Шерханға НВП-дан сабақ берген мұғалімі өте мықты болған көрдің бе? Сезімін оятып жібергенде әскерге. Қазір тақырыптан ауытқымайық. НВП ғой енді біздің тақырыбымыз, қазір алғашқы әскери сабақ дайындығы. Сол әр ұстаз, алғашқы әскери дайындық сабағынан беретін әр ұстаз оқушының бойына осындай қасиетті сіңіре алса, әскерге деген, әскери адамға деген, қарулы күштерге деген махаббатты баланың бойына сіңіре алса, сүйіспеншілікті сіңіре алса, онда отан қорғаушылар көп шығады. Қазір әскерден қашады бәрі. Вот, это проблема же сейчас. Бұны проблема демей, бұл қасірет деу керек бұны. Мына жерді кім қорғайды ертең?
кім қорғайды? Біреу сырттан келіп бізге қорғап бере ма? Ешкім қорғамайды оны. Вот как тебе работалось с детьми? Енді өте жақсы болды. Біз енді ол жерде негізі сол осы МВП-ға фильмі түскен актерлардың енді басым көпшілігі 60-70% сол оқушылар негізі. Ол жерде енді оқушылардың барлығы енді сол академия қабырғасында оқып жүрген студенттер. Біз келістік. Кім дубль көп жасайды балаларға? Мен ұрам дедім. Вошел в роль. Иә, мен ұрам, ренжімеңдер дедім. Басында олар енді кішкене қой ағай, ол мүмкін емес деп бір-екі оқушылар болды. Жарайды, көреміз енді деп. Процесс барысында. Дубль көбейген сайын уақыт созыла береді ғой. Иә, сөйтіп енді ана жерде енді кейде бір технический жағынан дубль болып қалады, режиссерлық жағынан дубль болып қалады, актерлар жағынан текст дұрыс айтпай қояды, сол кезде дубльдер болып қалады, сол кезде оқушыларды бірден кергел дайында сразу ана жерде енді бір-екі удар берем. Бірақ енді ол қатты емес, енді жай-жай енді балаларды енді бір қалыпқа келтіру үшін кішкене енді бір серьезно қарасын деген ниетпен сөйтіп алдын ала бір ұстаз бен оқушылардың арасында бір үлкен бір сондай бір байланыс болды негізі. Ол оқушылар да бір қатты ренжіп, неған жоқ, қайта күліп, болды Шерхан аға, болды, енді қайталанбайды деп. Ол жерден жалпы менің бір мақсатым ойбай бір оларды бір жөнге салып, бір қалыпқа келтіру деген бір ондай қатты не болған жоқ. Енді осы өз қалай бұл идея қайдан шықты жалпы? Менің алғашқы әскери сабағынан беретін ұстазым Досжан деген кісі. Өте күшті ұстаз болды. Сол кісі бізге сөйтіп үйреткен негізі. Сол кісіден басталған. Ұстаздан шәкірт озат дейді. Результат налицо. Ұстаздан басталған, сөйтіп бір енді сабақта енді ешкім тыныш отырмайды ғой енді. Кейде бір енді бұзақылық жасап қоямыз, сөйтіп тыныш отырмаймыз, сөйтіп ұстаздың көзіне түсіп қалсақ сразу бір Назаров бергел. Бір аяқпен тұр, барып бұрышта. Немесе орындық ұстатып қояды. Немесе орындық ұстатып қояды. Иә, тәртіп. Просто в фильме, чтобы вы понимали, дети просто ужасные там. Это, как их называют? Дети избалованные. Очень добрый фильм. Простой, но добрый. То есть посыл есть. И он про что? Про то, что мы сейчас говорим, там, детям нужна дисциплина. Сейчас же в целом это проблема, когда дети развязаны абсолютно. Воспитание слабое во многих вещах. Поэтому изначально сегодня наша тема НВП, начальная военная подготовка, она и подготавливает людей не только там к армии, да, в будущем, но и в целом ставить дисциплину в школе, в жизни, дома. Потому что, ну, не всегда, это родительская, конечно, обязанность, но не всегда так получается. И здесь школа приходит на помощь. Вот конкретно вы, Ербол аға, чем занимаетесь? Вот как НВП к вам относится? Жаңа айттым ғой, ол алғашқы әскери дайындық пәні бұл әскери патриоттық жүйенің ішіне кіреді. Астанада қарулы күштердің ұлттық әскери патриоттық орталығы бар. Мен соның Алматыдағы филиалындамын. Және жастарбаз қозғалысы бар дедік. Алғашқы әскери пәнінің бізге қатысы, ол біз бағытымыз, атқаратын шаруамыз бір әскери патриоттық жұмыстарды жетілдіру, дамыту ары қарай. Бұл мектептермен бірге, біз мектептермен бірге жұмыс істейміз. Себебі оқушылармен тығыз қарым-қатынаста болуымыз керек қой. Олар енді ертең кейін келген кезде әскерге бағанада айттық қой, әскерге дайын келу керек, отан қорғаушы болуға дайын келу керек. Қарудың иісін сезініп келу керек, тым болмағанда. Сондықтан біз жаңағы алғашқы әскери пән дайындығын мұғалімдермен де тығыз қарым-қатынас орнатамыз, аралас құралас жұмыс істейміз бірге, бір бағытта жұмыс істейміз. Себебі отан өзіміздікі, оны қорғайтын отан қорғаушылар да өзіміз, ұрпақты да соған біз дайындауымыз керек. Бұл бағытта бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Сосын анандай не бар? Халық арасында қалыптасып кеткен патриотизм әскер дегені дейді. Патриотизм әскер дегені деп көбісі солай қабылдайды. Жоқ, патриотизм мынау қазақ дана халық қой, мынау әр сөзінің, әр мақалының астында бір керемет астар жатыр да. Бір-ақ ауыз сөзге соны сыйдырып кеткен. Отан отбасынан басталады. Отан отбасынан басталады. Отбасы дегенімізде ол ошақтың қасы, шыр етіп дүниеге келді, көзіңді аштың, ес білдің, сені уже тәрбиелейді. Тәрбиелеу керек, соған тәрбиелеу керек.
Мынандай оқиға бар, мысалы үшін да, жаугершілік заманда дейді. Жаугершілік заманда бір кемпірдің мүгедек баласы болды. Мүгедек. Енді қол аяқ істемейді, немесе ақыл есі кемдеу деген. Содан жау шабады елге. Батырлар қолдарын жинап алып жауға қарсы аттанады ғой. Сонда анау алдынан шығып, қолбасшының алдынан шығып, мүгедек баласын жетектеп, ана кемпір, мынау да еркек болып туған, мынаны алып кеттіңдер соғысқа дейді. Сонда қолбасшы батыр айтады: апау, мынаны балаң мүгедек қой, бұл енді обал ғой, бұны қалай аламыз, бұл не қолына қару ұстай алмайды, обал болады, бұл керек жоқ. Ананы өресі, ана кемпір айтады дейді: жаудың атын үркітсе де қастарыңда жүрсін, әйтпесе несін еркек, мен не бұны неге еркек қып тудым деп. Бұл ненің астында қандай тәрбие жатыр да? Смысл? Мағынасы қандай жол. Сондай болу керек тәрбиені. Жаңа мектептен бастап беру, үйден бастап беру керек та. Мектепке уже ер азамат болып қалыптасады ғой, 10-11 класста, сыныпта, иә. Сол кезде ары қарай дайындау керек. Қалғанын әскерге келгеннен кейін біз оны ары қарай өзіміз дайындаймыз. Такой небольшой офф-топ. В Америке у них тоже есть, у них вообще с 1916 года началась вот это что-то вроде курса молодого бойца, и в 67 году, в 64 году модернизировали, называется, я забыл, junior officer, в общем, школа молодых офицеров, которая спонсируется государством. Школа, которая принимает вот эту программу, они получают дополнительное спонсирование. То есть школе выгодно, чтобы у них была начальная военная подготовка, которая идет 4 года у них, то есть обязательно. Вот. Во всех школах, да? Сейчас там где-то 3,5 тысячи школ. Нет, школа, каждая школа может выбирать. Но если они соглашаются на такую программу, их дополнительно государство спонсирует, открывает там классы, вот это все. То есть инициатива исходит от школ? Да, потому что они получают дополнительные финансы. А у нас наоборот. Да. У нас это обязательный предмет. У нас обязательный, а у них это, как мотивирует их деньгами, во-первых. Во-вторых, как показывает практика, что увидели, когда есть НВП вот это в Америке, сокращается количество детей, которые там начинают уходить в бандитизм, там, наркотики, все дела. То есть эти люди, которые проходят курсы обучения, они максимально готовы к армии, они хотят в армию. А в Америке же достаточно такой на высоком уровне патриотизм. И вот они со школы это прививают, и дополнительно школы спонсируют для того, чтобы они эти программы открывали. Вот. Это, да. А у нас, насколько я знаю, НВП у нас появилась в 67 году в СССР, и потом что-то в 90-х, по-моему, остановилась эта тема. Вот. А у нас в Казахстане, я вот не знаю, то ли с 96-го года начали, или с какого, или продолжали мы. Не, продолжали. Продолжали, да, мы? Да, продолжали. Это просто хорошо. кадров не было. Я к тому, что это же помогает детям не сбиться с пути, да, допустим, кто-то хочет, вот Шерхан хотел попасть в армию, не получилось. Я не хотел, у меня не получилось, да, такое. У меня был недовес 2 года подряд. У меня там что-то 55 килограмм, что ли, я всегда весил. Что-то какие-то, проблемы. Хотя я всю жизнь занимался спортом. И у меня всегда был этот недовес. Я так думаю, как так? Сначала 1-й год я хотел, но 2-й год не получилось. Вот. Ну, это круто. И если говорить о фильме сейчас, я хотел такой вопрос задать и услышать оценку эксперта. Ты пару раз ввязываешься в драку, то есть нарушаешь приказ, бьешь старшего по званию. Насколько это вообще нормально? Бірінші жауап бер. У меня такой сценарий, да? Енді сценарийде сөйтіп жазылып тұрды, бірақ енді ол жерде әрине енді кез келген салада өзінің заңы бар ғой. Ол заңға бағыну керек. Бағынбасаң тағы болмайды. Бірақ енді сол жерде сценарий бойынша Ербол енді өзінің звания жағынан үлкен бір жігітпен енді кішкене сөзге келіп қалады. Бірақ Ербол өте өзінің
қалай айтсам болады, алды артын ойлаған, өзінің не керегін білетін жігіт қой енді. Маған айтады енді бір-екі рет, қой деп. Ол енді айтқанға көнбейді. Сөйтіп не керек, Ербол да қарап тұра ма? Сөйтіп оны ұрады. Ұрғаннан кейін ол енді әңгіме, өзіңіз білесіз, тез тарайды ғой енді. Оның үстіне енді жігіттердің саласы болғаннан кейін. Сөйтіп командир шақырады да, мен сені мектепке жіберемін деп сол жерде неға талап қояды ғой. Жаңағы жасаған іс-әрекетім үшін. Бірақ негізі ондай жағдайда енді Ербол емес, керісінше анау таяқ жеген бала кінәлі болып тұр ғой. Кінәлі ғой сол. Негізі сол кісі кінәлі. Бірақ енді мен заңға бағынбай, мен заңды бұздым. Бірақ енді ол жігіттердің арасындағы өзара шешілетін мәселе еді. Бірақ әңгіме тез тарап кеткеннен кейін оның үстіне жаңағы старшийдің өзі енді кішкене слух таратып жіберіп тұр бұл жерде. Кино жанры комедия ма? Енді отбасылық деуге де болады, да. Тәрбиелі. Тәрбиелік мәні басымдау ғой енді. Арасында енді комедиясы да. Потому что есть патриотические еще моменты там. Жаңағы Шерханның жаңағы кейіпкердің аты Ербол ғой. Ербол. Менің аттасым екен. Интересное, да, совпадение? Еще та же самая, где вы работали? Ана өзінен әскери атағы. Енді қалай дейміз, бұл әскери сала. Әскери сала бұл ер азаматтар жүретін жер. Ер азаматтар жүрген жерде ол ер бір-бірімен жекіспей жүрмейді ғой. Әрине. Сөзге кек болады. Көбінесе сыртқа шығып, форманы шешіп, сыртқа шығып, былайша айтқанда по пацански между собой там разбираются за забором. Ал іште ол әскери киімде қызмет атқарып жүрген кезде это недопустимо, өйткені устав бар. Ол үшін бірнеше жылда арқалып кетуге де болады. Ал енді әрине болып тұрады ғой ондай шексік болады бір-бірімен сөз. Адам, әскери адам ол робот емес қой, ол да пенде. Адам ғой. Адам, ішінде өзінің сезімі бар оның да. Конечно, біреу довел, например, да, Ербол довел, он, ну ладно. Бұл бір жағынан жаңағы одан кейін командир шақырып алып, в виде наказания отправляет тебя в школу, да. Ну енді былай қарасаңыз ол нереально? Ол енді нағыз әскери өмірде ондай болмайды. Бұл енді кино ғой. Мен енді кино саласында біраз жыл жұмыс істедім, білем. Менімен бірге әріптестерім айтып жатады, армияда ондай емес қой. Мен өзім консультант болған киноларда да айтады. Армияда ондай емес қой, сен ана жерін былай істеп жіберді. Мен айтамын, кино ғой, жігіттер, бұл кино. Біз киноның мақсаты не? Ең бірінші көрерменге жеткізу. Мысалы үшін жаңағы Ендоп ағайдың киноның мағынасы, мақсаты ол патриоттық тәрбие, балаларды патриоттық тәрбие беру ғой, негізгі мақсаты. Соны берсе болды. Ал жаңағы әрине әскерде ондай болмайды. Мысалы үшін сен біреу төбелесіп қалдың, сен жазалау үшін бар мектепке барды, сен оқытушы бол деп. Ол әрине ондай жоқ. Сразу увольнение. Әрине. Сабақтан мысалы үшін действующий офицер, действующий әскери қызметші, қызметте жүрген. Ол мектепке барып сабақ бере алмайды. Ол қызметтен кеткен, немесе шыққан, немесе зейнетке шыққан әскери қызметші болып жүр. Сондай жағдайда ғана сабақ бере алады. Сондай жағдайда ғана мектепке барып, ол алғашқы әскери дайындық пәнінен мектепке официально жұмысқа кіріп сабақ бере алады. А назад потом могут взять? Қазіргі заң бойынша, егер ана кері немен шықса, отрицательный статья деген болады, мысалы. Тәртіп бұзып шықса, қайтадан әскери қызметке алынбайды. Бұрын болатын, 2 жыл сроктан кейін түзелді деп қайтадан сол әскери бөлім алатын. Одан ол заң өзгерді де қазір алмайды. Қазір ол заңды қайтадан қарастырып жатыр. Себебі енді кім қателеспейді? Кім қателеспейді? Бір қателік жіберіп қойды, шығарып жіберді, ол өмір бақи әскери болуды армандап жүрген адам бір қателік үшін жұмыстан шығып қалды әскери қызметтен, қайтып келейін десе алмайды. Ондайлар көп қазір қайтып келгісі келіп жүргендер. Қазір заңды қарастырып жатыр, бұйыртса болып қалатын шығар. Шерхан, какая была самая сложная часть сцены, может быть, именно при съемке фильма? Енді осы жалпы сценарийде соңғы сахналарының бірі деп ойлаймын. Мектептен мен оқушылармен болды. Қайтадан мен жұмысқа шақырады ғой енді.
ол жерде өзімнің міндетімді атқардым, оқушыларға барынша сабақ бердім, олармен бауыр басып, дос болып, сондай жағдайға жеткеннен кейін барып, мен қайтадан өзім жұмысыма шақырады. Киноның соңына қарай бір бандиттер дейміз ғой енді. Бұзақы жігіттер мектепке шабуылдайды. Мектепті қоршап алады, оқушыларды жаңағы кепілдікке алады. Сөйтіп оқушылар маған хабарласады, мен ол жерде енді сол мектепті құтқару үшін мектепке барам ғой. Сол кезде жаңа бандиттармен енді төбелесу керек, мектепті құтқару керек, оқушыларды құтқару керек. Сол бандиттармен төбелескен кезде кішкене енді қиын сахналар болды. То есть боевые сцены? Иә, енді ол жерде драка бар, төбелесі бар, енді ол төбелес жалпы 1 сағат, 2 сағаттың ішінде қойылып бірден түсіріп тастайтын дүние емес, ол жерде таңнан кешке дейін уақыт алады. Сондай бір қиын сәттер болды. У тебя дублера не было? Жоқ. Болған жоқ. Енді ол жерде қатты бір енді бір төбелес болған жоқ, бірақ енді кішігірім ғана, бірақ оның өзі біз үшін үлкен кәдімгідей қиындық тудырды, қиын болды. Это же хореография тоже, правильно? Иә, әрине, иә, ол енді оны специально кімдер келіп қояды ғой төбелесті? Иә, каскадерлар болды сол жерде. Алдын ала дайындығы болды. Ол жерде енді сенің әрбір істеген қимыл әрекетің көрінеді ол жерде, енді шынайы шығу керек, сол себепті алдын ала дайындықтар болды, бірақ десек те ең қатты қиын болған сахналар сол болды негізі. Оны түсіруде қиын, төбелес сахнаны ол кәдімгі шынайы етіп көрсету керек. Оның үстіне мектептің ішінде қаншама ана жерде негізі массовый сахна болды ол жерде. Оқушылар да болды, ұстаздар да болды. Түсіріп, уже төбелесті күшті қылып түсіресің да, бір оқушы күліп қалуы мүмкін. Кадрдың сыртында жаңағы звуктан брак болуы мүмкін. Неше түрлі ол жерде енді қызық сәттер болды. Бірақ енді соған қарамастан әйтеуір режиссердің тапсырмасы бойынша жақсы түсіріп шықтық деп ойлаймын. Долго снимали? Бір күн кетті ғой. Целый день. Жалпы киноны қанша күн түсірді? Киноны бір 15-16 күнде түсірді. Өте тез түсірген, очень быстро. Енді киноны түсірмес бұрын алдын ала енді оның дайындығы көп ұзақ уақыт алады, 1-2 ай. Постпродакшн. Иә, содан кейін барып түсірілімді бастаған кезде енді барлығы енді алдын ала дайындалады ғой. Сол себепті менің ойымша енді жеңіл өтіп кетті деп ойлаймын. 14-15 күнде түсіріп тастадық. Еще такой вопрос, хочется услышать мнение. В фильме главный герой не умеет общаться с женщинами. Сізде болды ма сондай? Это насколько это реально в том, что у мужчин из-за военной специальности, военной сферы очень сложно складывать отношения с женским полом? Там ему дети помогали. Маған сұрақ қойып жатыр ғой. Менде ондай проблема жоқ. Болмады дейсіз ғой. Мен бағана офицер туралы айттым ғой, офицер қандай болу керек деп. Пример. Да. Ол офицер джентльмен болу керек бір жағы жаңағы. Ол сөйлесе білу керек қыздармен де. Қыздар ол офицерді көрген кезде ғашық болып тұру керек ол офицерге. Енді бар. Әрине ол енді ұяңдық болады, мысалы үшін енді ылғи анау еркектер бір жерде жүресің да, сол сыртқа шыққан кезде енді не деді ғой, қысылады адамдар. Менде ондай проблема жоқ енді негізі. Ал жалпы бар, иә, ондайлар бар. Бар ондайлар. Ұяңдық, мысалы үшін бір қалыпқа түсіп алады. Күнде таңның атысы, кештің батысы, бір сарын, бір сала, бір қызмет, бірдей күнде таңертең келесің сағат 9-да басталатын жұмысқа біз әскери қызметшілер 7-де келіп аламыз. Өйткені дайындалуың керек, киіміңді дайындайсың, сапқа дайындаласың, жаңағы адамдарыңды тексересің, түгел ма, кім қайда. Сол күнде демалыс күндері, кейде демалыс күндері де әскери қызмет болғаннан кейін бізде демалыс деген түсінік жоқ. Демаламыз әрине. Ал кейде шақырып қалады. Шақырса сен міндетті түрде телефон қосулы болу керек. Шақырады. Қалада болуың керек. Қалада болуың керек. Гарнизоннан шығуға болмайды. Ол өте тәртіп сондай. Сондықтан демалыс күндері аз болғаннан кейін
сыртқа шығу, сырттағы адамдармен қарым қатынас жоқ болғаннан кейін, әсіресе қыздар қауымымен, содан кейін шығар енді ұялып ұяңданатын. Енді ол жағын енді бар, жоқ емес, бар ондай. Енді бағанағын айттым ғой өзім, енді осы әскери институтқа оқуға тапсырғым келді деп, мен оқуға салмағаннан кейін ол жерге бірге тапсырған менің курстастарым болды. Әлі күнге дейін біз енді араласамыз. Сол балалар енді қазір біреу капитан, біреу майор дегендей. Сол студент кезде оқып жүргенде тек сенбі, жексенбі күндері ғана демалады ғой. Сөйтіп қалада кездесеміз. Сосын айтады, Шерхан, енді сен өнер академиясында не көп қыздар көп, бір таныстыршы мені. Танысайыншы. Иә. Шынымен де кішкене бір развитие болсын, араласайын, бір байланыс болсын деп. Сөйтіп таныстырасың, сонымен олар кішкене ұялып. Сосын екеуінің ортасында переводчик болып отырасың. Иә, отырасың сонымен де. Енді 4 жыл казармада тұрады. ВРС-те 5 жыл. Иә. Вокруг тестостерон. Иә. Бірақ не, соның ішінде жүреді. Одан кейін әскерге кетеді. Ол міндетті түрде направлениемен жібереді ғой. Әскери оқу орнын бітірген офицер ол міндетті түрде жұмыспен қамтамасыз етіледі. Сол жаққа барған кезде сол казарма. Сол жер. Сыртқа шығу енді аз болғаннан кейін. Өміріңді арнайсың ғой енді осы әскери салаға келдің ба? Саналы түрде бүкіл ғұмырыңды арнайсың, бересің. Сол үшін үйде жоқпыз. Біздің менде отбасым бәрі, семьям бәрі үйреніп алған. Үйде бірдеңе болып жатса да, ол мен көп мән бермеймін оған. Маған ең бірінші қызмет бірінші орында, одан кейін семья. Иә. Одан кейін осы салада жұмыс істейтін кісілердің жалпы басым көпшілік десем де болады. 80, бір 70% шығар. Тойға бармайды ғой аға. Барудың уақыт жоқ қой. Уақыт жоқ. Ағайын туысқандардың тойына бармайды, сыныптастардың тойына бармайды. Осы жағдайды көп естимін. Осы әскери салада жүрген кісілердің басым көпшілігі, өйткені бағана өзіңіз айтпақшаға аяқ астынан тревога болып қалса, бірден жұмыста болу керек, телефонның 24/7 қосулы болу керек. Қазір енді біздің адамда 12 мүше болатын болса, 13-ші мүшеміз біздің ұялы телефон ғой қазір. Сөздің аузыңда, мысалы үшін биыл біздің мектеп бітіргенімізге 30 жыл. Мен оған бара алмайтын болып отырмын. Алдын ала жоспарланып қойған қарулы күштердің шаруасы бар ғой. Енді маған ренжиді. Сен неге келмейсің 30 жылдыққа дейді. 1-2 күнге сұранып келе салмайсың ба дейді. Мен ол сұрана салатын жоқ қой. Оңай деп ойлайды. Звондап сұранған күннің өзінде ана үлкен бастық айтады, сенің есің дұрыс па дейді. Есің дұрыс па дейді, мысалы. Енді ренжиді, қайтесің. Ренжиді. У меня брат просто тоже в структурах работает. Его никто не видит вообще. Той, не той, вообще не появляется он. Ну, все с пониманием относятся. Есть такая профессия, родину защищать. Да, есть такой момент. Вот, и хотел спросить вообще еще раз, если мы говорим про НВП, четкие критерии, кто может преподавать данный урок? Обязательно ли он должен быть военным, да, то есть... В обязательном порядке. В обязательном порядке. То есть он отслужить, все как положено должно быть у него. Или достаточно какого-то образования? Негізі аға, мен ойлаймын бұған жалпы осы әскери салада жұмыс істеп, өмірін, ғұмырын арнаған ардагер кісілер көп қой. Осы саладан зейнетке шыққан. Осы зейнетке шыққан кісілер менің ойымша сабақ беру керек деп ойлаймын. Өз басым. Ол тәртібі де сондай оның. Иә. Тәртібі де сондай. Біріншіден оның оқытушылық мамандығы білімі болу керек. Мұғалімдік. Педагог болу керек, преподаватель болу керек. Екіншіден міндетті түрде әскери салада қызмет еткен адам болу керек. Өйткені өзі білмесе, менің өз ойым, ол не имеет права. Әскери саланың уставтың не екенін білмей тұрып, біреуге строевой подготовка, және саптық дайындықты қалай жүріп тұруды үйрету, ол өзі білмейтін адам болған қалай тәлім береді. Сондықтан ол міндетті түрде біріншіден педагог болу керек, балалармен жұмыс істей білу керек. Екіншіден міндетті түрде әскери салада қызмет еткен адам болу керек. Иә, енді қазір знать азы военного дела. Енді қазіргі жағдайда енді көптеген жоғары оқу орындары бар ғой. Әскери кафедра бар. Сол жерде 2 жыл оқиды, оқығаннан кейін барып ұстаздық ете алады.
яғни алғашқы әскери мамандығы бар. Әскери кафедра ма? Иә, әскери кафедра бар. Кафедраны бітіргеннен кейін офицер 2 жыл әскерге барады. Әскерге барып офицер болып қызмет ету керек. И содан кейін барып мұғалім болу керек. Солдаттар 1 жыл қызмет етеді. Әскери кафедраны бітірген лейтенант болып шығады, ол 2 жыл қызмет етеді. Әскерге бару міндетті. А почему? Кафедрада оқыған бөлек, әскерде қызмет еткен бөлек. Негізі екі бөлек қой, иә? Иә. А у нас вообще в Казахстане много военных академий? Академии? Да, ну, там, где можно обучиться, там, где можно... Ну, ладно, давай, военные кафедры. Военные кафедры, да? Их много? Почти во всех институтах, университетах есть. Почти, да. Почти во всех. Я сейчас точно цифру не могу назвать, но ол жерде қателеспесем 2-ші курстан кейін түседі. Иә, бұрындар енді мемлекеттік университеттерде ғана бардық, қазір енді жеке частный университеттер дейді ғой. Иә. Сол жерде де жоқ, мысалы үшін менің ұлым Тұранда оқыды. Тұранда әскери кафедра жоқ, бірақ әскери кафедраға түсем десе, оларды басқа қай институт, аграрныйдың ғой деймін, военный кафедрасына барып, емтихан тапсырып түсе алады, оқи алады на платной основе. Шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Егер захотел, пошел, поступил. Басқа ненің. Ол міндетті түрде. Ол жерден офицер болып шығады олар. Да, я к чему? Почему, как вы думаете, у нас молодежь не хочет служить? Почему так мало желающих? Тәрбие жоқ. Тәрбие? Или их что-то отпугивает, может быть? Қорқатын түкте жоқ. Ер азамат бәрінен өту керек. Қорқады. Бірақ қорқатын түкте жоқ әскерде. Енді жарай 90 жылдары алғаш қарулы күштеріміз құрылып жатқан кезде мен өзім әскерде 2 жыл 96-98 солдат болып қызмет еттім. Ол кезде қиындық болды. Өйткені қарулы күштер енді құрылып жатыр. Кадр аз, офицерлер аз, жаңағы материалдық қамтылу жағы нашар деген сияқты ол кездерде болған. Қазір ешқандай мәселе жоқ қазір. Проблема жоқ қазір. Спокойно келдің, бәрі заң біледі. Қазір мектептің оқушысына дейін сайрап тұр. Заңды бәрі біледі. Заң бұзушылық жоқ. Тамақ деген отход шығады столовыйдан. Қаншама не шығады. Өйткені толық көлемде тамақпен қамтамасыз етіледі. Киім кешегі, моншасы, қуыс-қуыстың бәрінде камера тұр. Білмеймін неден қорқатындарын. Қорқатын түкте жоқ. Келу керек. Не хватает рекламы, может быть? Рекламы, может быть. Вот рекламаны жаңағы алғашқы әскери пәннің дайындығы мұғалімдер жүргізу керек. Рекламаны міне реклама қазір. Осы киномыздың өзі реклама. Осы әскери киноларды көп түсіру керек та. Сериалдар түсіру керек, әскери тақырыптағы киноларды көп түсіру керек, жеткізу керек. Бізде анау жеткізе алмай жатырмыз да, баланың санасына құя алмай жатырмыз. Әскер деген мынау Көктарландар қандай керемет болды. Көктарландар бір қызық оқиға айтып берейін. Көктарландарының 2-ші сезонына келіп түсіріп жатқан кезде солдаттардың ішіне массовкаға 20-30 солдат таңдап аламыз ғой. Соның бір-екеуі қасымызда отыр. Ал ана солдаттардың асханасындағы, солдаттар асханада тамақ ішіп отыратын жерін біз ана үлкен залда түсірген жоқпыз, офицерский столовойда түсірдік та. Енді ол офицерский столовой бөлек қой ол жерде енді. Сосын столда тұрған жейтін тамақтарында біз өзгерттік кішкене, рацион қостырдық үстіне. Содан ана массовкада жүрген 2 солдат Шымкенттен келіпті. Шымкенттен келген екен, аға дейді, біз осы әскерге негізі осы Көктарландарының 1-ші сезонын көріп, қызығып, керемет реклама қараш, қызығып келдік. Біз бәрін істедік, именно осы 35-ші Қапшағайдағы десант бригадасына түсуге тырыстық та, бәрін істеп жүріп, короче, любым путем мы попали сюда, мы хотели стать десантниками. Көктарландары болғымыз келді деді. Ой, молодец, жақсы бапты ғой десем. Ағамнан жартысы өтірік екен ғой кинодағы дейді. Осылай енді. Енді ол кино ғой дейді, балалар, кино ғой енді, ол нете бермейді ғой. А где вы еще были военным консультантом? Еще какие-то проекты были? Туған елдің түтіні деген сериал болды. Сол жерде әскери сахналар бар. Сол жерде әскери консультант болдым. Махаббат қызық мол жылдар сериалы, 25 серия. Сол жерде соғыс, бұл отан соғысы кезінде. Сол жерде әскери консультант болдым. Жалпы бір
10-12 жобаларда түстім, актер ретінде түстім, және консультант ретінде қызмет еттім. Если вы смотрели эти фильмы, отпишитесь, какой вам больше всего понравился. Енді қандай жағдай болса да, енді жастардың патриоттық сезімін ояту керек қой. Міндетті түрде. Ең басты мақсат осы. Мысалы үшін патриоттық сезім дейміз, жаңа басында да айттық қой, патриотизм әскерде ғана деп ойлайды деп. Көшеде, мысалы үшін біз қаланың ортасында үлкен шаралар өткіземіз, үлкен әскери патриоттық шаралар өткіземіз. Міндетті түрде жаңағы әнұран гимнімізді ойнаймыз. Сонда тек қана әскери адамдар ғана тік тұрады да, гимнді естіп, ана жақтан өтіп бара жатады ғой, тоқтамайды ғой. Бұл патриотизм қайдан басталады? Мен айтатын, баяғыда қай жерде жүрсем де айтамын, патриотизм неден басталады? Патриотизм жерге түкірмеуден басталады, ең азынан. Өйткені сен өзіңнің жердегі жерге мусор тастамаудан басталады патриотизм. Гимннің құлағын естіп қалдың ба, гимнді тоқтай қал. 2 минут смирно тік тұрсаң түк етпейді. Мысалы үшін Түркияда, мен 5 жыл Түркияда оқыдым. Сол жақта тұрып 5 жыл Түркияда оқыдым, 4 жыл гражданский, 1 жыл әскери оқыдым. О жақта, кстати, оларда нелерінде, мектептерінде НВП жоқ. НВП жоқ олар. Әскері НАТО ғой, НАТОда олар, натовский системамен. Бірақ балаларды мектепте дайындамайды әскерге. Патриотизм деген бірақ ғұрып тұр оларда. Патриотизм ту, маңайдың бәрі ту, жерді ту көрмейсің, жерде жатқан. Гимн естіп қалды ма, бүкіл қала қатып қалады. Гимнді естіп қалды ма, сен құлағың естіді ма, болды, қатып қалады. Орындарында қандай патриотизм. Бізде гимн бір эстрадный ән сияқты қастарынан өтіп кете береді. Ну, наверное, персонально. Я, кстати, слышал, что в Турции флаги, видели же, у них очень много флагов висят. Я услышал такое, что, оказывается, флаг висит в доме, где есть или был военнослужащий. Тот, кто служил, флаг. То есть, здесь человек... Міндетті түрде емес, бәрі кез келген азамат үйіне туылып қояды. Кез келген азамат. Ну, это стало модой, возможно. Мода, патриотизм. Да. Ну, тех же... Жаңа сен айтып отырған, оларда соғыс қой. Қаза тапқан, соғыста қаза тапқан әскери қызметшінің зиратында міндетті түрде тудырады. Зиратына. Ну, те же самые американцы тоже любят свой флаг сразу на дом. Там, я служил, я там, то все, это отдельная история. Мен де мысалы үшін үйіме мереке күндері, мемлекеттік мереке күндері үйіме туылып қоямын. Это хорошо сейчас разрешили. Раньше нельзя было. Бір рет біреу үйінде туылем деп, ол штраф салды ма, сондай ол былай қарасаңыз енді орысша айтқанда маразм, так нельзя. Ол туыңды сен патриотизмнің көрінісі ғой. Проявляет свою любовь. Туыңды мен жамылып жүрсем де, үстіме киіп жүрсем де, жоғарыға асып жүрсем де, ол мақтанышпен тасып. Ол патриот. Патриоттық сезімнің бір көрінісі ғой ол. Ну да. Но говорят, что тот патриот не тот, кто громко кричит, да, о том, что он патриот. Обычно это тот, кто молча делает. Вот интересно, да, я, кстати, почему-то вспомнил, говоря о патриотизме, по-моему, из последних фильмов часто хвалили «Время патриотов». Не слышали такое? Есть так. Да, там вроде как про авиацию. Некий аналог Топ-Гана американского. Вот. Как вы считаете вообще в целом, казахстанский кинематограф развивается, движется? У нас есть будущее? Через 10 лет «Мстители» будем снимать? Әрине. Енді қазір енді бірден болу мүмкін емес қой. Жақсы дамып келе жатыр. Бүгінгі күн кешегіге ұқсамайды, кешегі күн арғы күнге ұқсамайды дегендей, қазір жылдан жылға, айдан айға өте қарқынды дамып келе жатыр. Өте. Бұрынғы артқа қарағанда бір 2 жылға қарағанда біз әлде қайда алға шығып кеттік. Енді бәрі бірден болу мүмкін емес, барлығы уақыт еншісінде, бірақ десек те қазіргі таңда фильмдер деген бірінен соң бірі. Бұрын миллиард жинау, миллиард жинау, кәдімгідей бір, қалай айтсам болады, бір арман еді ғой продюсерларға. Ал қазір бәрі жинап жатыр миллиардты. Бұл дегеніміз қызығушылық бар. Бұл жетістік қой негізі. Кейіннен бір жылдан кейін мүмкін миллиард жай ғана болып қалып 2 миллиардқа уже аяқ басса, оның өзі үлкен жетістік. Жақсы дамып келе жатыр. Қазір сосын қоғамда мынандай сөз бар. Кім көрінген кино түсіріп кетті деген. Бірақ көп болмаса, бәсеке болмаса, оның сапа болмайды. Көбейген сайын бәсеке пайда болады. Бәсекеден сапа шығады.
әрине енді қазір енді ақшасы бардың бәрі кино түсіреді, бірақ халық өзі екшеп ішінен алады ғой. иә Алады да, содан ары қарай уже керексіздері қала береді, сапалылары ары қарай дамып шыға береді. Сондықтан менің ойымша енді қолдан келсе, әсіресе осындай әскери патриоттық тақырыптағы киноларды көп түсіру керек. Мына продюсерлардың құлағына алтын сырға, режиссерлардың құлақтарына алтын сырға. Одан көп нәрсені ұтамыз біз. Ұрпаққа тәрбие беру керек. Конечно. Фильм — это же инструмент. Идеология, да, можно передавать посредством фильмов. Это очень круто. И клево то, что люди начали ходить на наши фильмы. Сейчас на любой фильм придешь, у тебя 15 минут реклама идет. И 15 минут наши казахстанские фильмы, один за другим. Те же самые, вот ребята Tiger Films сейчас прям активно очень снимают, очень много снимают. Наш рынок, ладно, я скажу так, актеров, да, это не рынок, а школа актеров растет, развивается. Я, например, вот впервые вчера увидел Шерхана. Блин, до этого никогда не знал, но сейчас прям с удовольствием пойду на твой следующий фильм. Шикарно влился в роль военного, не служив, просто мотивируясь. Когда-то была мечта стать военным, вот она воплотилась. Это круто, ты красавчик, молодец. Я думаю, мы, в принципе, сегодня многое обсудили, многие темы интересные затронули. Вот. Поэтому большое вам спасибо, прежде всего. Большое спасибо подписчикам. Пожалуйста, не забывайте подписаться, оставить комментарий, колокольчик, лайк, все как положено. Будут еще интересные подкасты про новые фильмы, в целом про казахстанскую киноиндустрию, про мировую киноиндустрию. Мы ее затронем. Очень много премьер летом будет. Поэтому оставайтесь с нами. Вам большое спасибо. Рахмет көп. Сіздерге рахмет, шақырғандарыңызға. Рахмет. Очень приятно было познакомиться, пообщаться. Рахмет. 1 мамырдан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында МВП ағай фильмін көріңіздер, барыңыздар, өкінбейсіздер. Біз сіздерді күтеміз. Өте тамаша фильм. Наверное. Трейлерін қарасақ өте керемет. Бұйыртса келеміз, көреміз. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Обязательно еще раз увидимся, я надеюсь. Жалмауыздар, серпе осы жетінен